2014 жылдың мамыр айында Солтүстік Қазақстан облысы құрылыс басқармасының басшысы лауазымында болған Ратмир Усманов қаржы полициясы өкілдерімен кәсіпкерден 10 мың ақш доллары көлемінде пара алды деп ұсталғаны есімізде. Петропавл қалалық сотымен 6 жылға бас бостандығынан айырылып, Ратмир Усмановтың жақындары шешіммен келіспейтінін айтып, апелляциялық тіпті кассациялық сот алқасында да шағымын білдіргенін айтқан едік. Соңғы болып істі қараған кассациялық сот Усмановтың жазасын 4 жылға дейін 2015 жылдың желтоқсанында жеңілдетті. Енді 1 жыл 8 айдан артық жазасын өтеген Ратмир Усмановтың жақындары Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 73-ші бабына сәйкес сотталған азаматтың жазасын жеңілдету туралы қалалық сотқа жіберген шағымы қаралды. Примером было у нас проведено мероприятие, посвященное 550-летию Казахского ханства. Я также в этом мероприятии, в проведении, в организации данных мероприятий я практически во всех участвовал. То есть, как на меня воспитательная работа проводит, так и я помогаю в воспитательной работе с другими осужденными. Кроме у меня также есть мать, бабушка. Мать в настоящее время вышла на пенсию, бабушка уже давно на пенсии. Моя мама страдает диабетом 2-й степени, у бабушки ишемическая болезнь сердца. Но она достаточно преклонного возраста, ей 89 лет. Здоровье уже, тем более за последние 2 года из-за вот этих всех переживаний, в связи с судами, в связи с уголовным делом, отшатнулось, что у бабушки, что у матери диабет у нее возник вот в этих последние 2 года. Сонымен қатар материалды қарау барысында түзету мекемесі мен прокурордың және де қорғаушының сөздері тыңдалды. Барлық тараптарда сотталған Усмановтың тәртібі жақсы болғанын алға тартып, жазасын жеңілдетуді бір ауыздан сұрады. Айта кету керек, түзету мекемесімен байланысқа Skype арқылы шықты. Кейін материалды қарап шыққан Петропавл қалалық сотының судьясы біршама уақыттардан кейін шешімді шығарды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабы 2-ші тармағына сәйкес пара алды деп сотталған Ратмир Усмановтың жазасын жеңілдету туралы үкім жарияланды. На основании изложенного руководствуясь рядом статьи уголовного Петропавл қалалық соты сотталған Ратмир Усмановтың шағымын қанағаттандырды. Осыған сәйкес қалған жаза мерзімі айыппұлға ауыстырылсын. Ратмир Усманов ол үшін сот қаулысы шыққан күннен бастап айыппұлды толық мөлшерде 1 ай мерзімінде өтеуі қажет. Айта кеткен жөн, Ратмир Усманов сотта белгіленген жазаның 3/4 бөлігін өтеді. Енді қалған 2 жыл 4 ай көлеміндегі мөлшері жеңілдетіліп, абақтыда отырған күндердің орнына заңмен белгіленген айыппұл төлейтін болады. Ал Усмановқа қатысты айыппұл көлемі 440 мың 108 теңге болып белгіленді. Решением суда мы, конечно, довольны. Біз сот шешімімен келісеміз. Ол енді біраздан кейін қасымызға келетініне қуаныштымын. 89 жасқа келген Ратмирдің әжесі де немересін күтіп отыр. Туысқандарының сөзінше, енді Ратмир Усманов алдағы 15 жұмыс күнінің ішінде темір тордың арғы жағынан босап шықпақ.